Алматыдан келатырмыз дейді, короче. Кім? Білмеймін, бандит, біз мафиямыз дей ма, бұл бәле дейді. Кеңдер деді. Кесін, Толстой бала емессіз. Дұрыс конкрет. Осы жерге шақырдың ше. Ол келатыр ғой. С одной головы соседи на весь пух и прах, все с одного ребра. Сендер ма мафия деген? Біз. Короче, битек жігіттер, еркек шешілсін. Жігітше паразын тұртпай, араңна қайсын шығады? Бар ма? Бізде дайынсынар ба? Ондай емес, ондай төбелеспен емес. Біз кино мафиямен кеп тұрмыз. Соның ішінде кім мафия болып шығатынын таппай жатырмыз ғой? Ома! Анау, бүгіннен бастап көрсетіледі деп атқан ба? Рамазан амантай. Дәл өз жігіттер ондай қырғын соғысқа желание жоқ. Қайықта ол мафия? Білмеймін, сол мафияны таппай жатырмыз ғой. Жігіттер, көшеде. Тағасын ба? Көшеде датово жүрген ғой. Қай бандит, қай тупикте жүреді, қай мафия, қай жерде жүреді, бәрін білем ғой. Шымкент плазаға барасыңдар. Ассалаумағалейкум қымбатты көрермендер. Осы миллион командасының ізден еріп келе жатқан Жайдармандағы Ақбұлақ командасымен арнайы біздің қолдауымызбен Ай күн сериалы YouTube платформасы арқылы жақында өздеріңізге жол тартатын болады. Күтіңіздер, ал біздің жігіттерге сәттілік, миллион қарал болсын! Еркек болсам да сенен қарағанда тамақ жақсы дейді. Қатты күліп отырмыз. Уже қызық сериал. Достар, мені құттықтап қойсаңыздар болады. Рамазан айында менде жақсы жаңалық. Үйлі болдым. Жаңа үйде жаймендеп ремонт басталып кетті. Негізі осы уақытқа дейін квартирада тұрып келгенмін ғой. Енді әуелі Алла, содан кейін өзінің бір жақсы көретін ағам бір еді. Бөтен біреу алғанша өзінің Ақбасай Мансарды осы жерге әкеп көрсетті. Өте ұнады. Маған негізі ішінен қарағанда ол кезде сыртқы вид қатты ұнады. Жүріңіздер, бірінші сыртынан бастап сіздерді таныстырайын. Let's go! Мына мешіт маған өте қатты ұнайды. Құдай қаласа мен де осындай үлкен мешіт саламын. Ал енді үйге кіріңіздер, үймен толығырақ таныстырайын. Негізі бұл үй дайын тұрған үй болатын, бірақ маған дизайны ұнамады, сәл ескілеу тұғын ғой. Содан кейін өзіме ұнаған дизайнды Патолог Шымкент Евроремонт компаниясына сыздыртып, қазір жұмысты бастап кетті. Мынау прихожка кіреберіс, мына жерде құдай қаласа шкаф болады, киім осы жерге салатын боламыз. Содан кейін былай қарай жүрсек, бізде зал. Мынау бізде зал, негізі мына жерде есік болған, кухняға өтіп кететін, мен оны жаптырып тастадым. Былай қарай жүрсек, бізде TV зона, мына жерде телевизор болады. Мына жақта бір әдемі дизайнмен бұны істетіп жатырмын. Ертең біткеннен кейін көресіздер. Содан кейін мына жерде бізде дивандар тұрады. Былай қарап телевизор көріп жатамыз, құдай қаласа. Келесі бөлме бізде кухня. Мен енді кухняда көп болмағаннан кейін бұл бөлмені өзінің иесіне тапсырдым. Енді біз әрмен қарай мынау туннель арқылы біздің спальныйға, яғни жатын бөлмеге өтетін боламыз. Мына оңға бұрынсақ, мына жерге спальный қоятын боламыз. Мына жерге теледидар қоямыз. Сосын маған ең ұнаған жері спальныйдың осындай гардеробымыз бар екен. Ұнады маған. Айтпақшына туннельдің ішінде санузел бар екен ғой, біз оны байқамаппыз. Осыдан бірнеше уақыт бұрын жер үй соғып бастаған болатынмын, бірақ сол жер үй біткенше осы үйді паналайтын боламыз. Және де осы үйді қалай істеп жатырмын, не істеп жатырмын, соның бәрін сіздермен толығырақ таныстыратын боламын. Алдағы уақытта үй салып жатқан жандар болса, қызық болса мені қарап отырыңыздар. Және де құттықтап жатқан менің достарыма, бауырларыма, фанаттарыма, барлықтарыңызға рахмет, Алла разы болсын. Үй ала алмай жүрген жандар болса, биылдан қалмай үй алуларыңызды нәсіп етсін. Рамазан айы баршамызға құтты болсын. Әмин. Алла берекесін берсін үйімізге. Stop working just to start it. Stop working just to start it. I took off from working just to warm up. Stop working.
шымкент қаласының әкімі, сіз уайымдамай беймарал ұйықтай беріңіз. Бүгіннен бастап қаланың тыныштығына біз қараймыз. Миллион командасының парақшасында соңғы салған постымыздың астына Ерам туралы жазып кетті көбісі. Не болып қалды оған? Життік қой деп қоямын. Ондай жігіт емес еді ғой Ерам деп қоямын. Сөйтсем бәрі 5.000 теңге беремін деп өз оқырмандарына мен туралы жазыңдар жатыр екен ғой. Болмайды ғой. Мен 10 мың берем. Жаздыр. Здесь жарко, жаман емес ничего. Народа течет, роялти, гонорар, квартал отчет. Шаримся индустрию, чё почем. Из грязи в князи, как говорится, родничок. Из 10% да еще. Қай ата бабаң осындай 34-пен бар ғой. Погоня жасаған не? Я дарю тем, кому до него не дело. 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 Құрметті достар, бізге қазір 2 новый Hi-Fly'дың баллонын салдық. Арнайы қазір біз жағатын боламыз, қай уақытқа дейін созылады және качествосын көретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, дабу дейді шоу ағай. Құрметті достар, качествосын қараңыздар. Міне, баллон әлі протекторлар тұр. 805 деген таза біздің БМВшниктерге арналған баллон. Көріп тұрсыз, протекторлардың бәрі әлі орында. 2-3 минут болды зорлап атқанымызға бір сөзбен айтқанда. Әжептәуір қысымға шыдау деген оңай емес. Қорқоты жанып кете ме деп қорқоты. Ой, жоқ, жарылу қайдан? Ассаламалейкум, құрметті достар. Дәл бүгін шырайлы Шымқалада Low-KZ автофест өткелі жатыр. Үлкен дайындық болып жатыр. Экшн зона, арнайы сахналарымыз дайын. Барлықтарыңызды күтеміз. Құрметті автосүйер қауым, біздің былайша айтқанда көкпарымыз, сондықтан да салым соммасы 5 миллион теңге. Бар өнерін көрсеткен водительдерге, машинасын жаққанға, баллонын өртегенге, соққанға, в общем, бүгін потолок болады. Барлықтарыңызды күтеміз. Low-KZ, рахмет. Кет. Все, что здесь будет, останется здесь.